Хаги-ваги бала денсаулығына қауіпті ме? Несімен қауіпті? Осы видеода білетін боласыздар. Құрметті бауырлар, мен бұл ақпаратты ести отырып бейжай қарай алмадым, сіздер үшін шығарып отырмын. Ресейлік Роскачество ұйымының мамандары зерттеулер жүргізіп, хаги-ваги ойыншықтарының барлығы дерлік үлгілерінде фенол улы затын тапты. Улылығы индекс 150%-дан асты. Сонымен жүргізілген зерттеуге сәйкес хаги-ваги ойыншықтарының 89% фенолдың рұқсат етілген деңгейінен асып түседі. Фенол дегеніміз не? Және ол не үшін қауіпті? Оның ине тәрізді кристалдары соншалықты улы, олар терге тиген кезде оның зақымдануы мен күйіп қалуына әкеліп соғады екен. Фенол ол жүйке жүйесінің бұзылуына, тыныс алу органдары мен жүректің бұзылуына әкеліп соғады екен. Сонымен мұндай ойыншықпен үнемі байланыста болған кезде бала летаргиялық ұйқышыл болып, бас ауруы, айналуы мүмкін. Фенолдың аз мөлшерімен байланыста болса да дерматит пайда болуы мүмкін. Ал егер бұл зат ағзаға жиналса, бүйректің зақымдануымен созылмалы улану дамуы мүмкін. Фенол гуаш сияқты иіс шығарады. Кейде дәрі-дәрмектердің иісіне ұқсайды, жуғанын көмектеспейді. Мамандардың айтуынша, тіпті жоғары температурада бірнеше рет жуса да көмектеспейді. Фенол жуғанда материалдан толығымен жоғалып кететін химиялық зат емес. Оның мазмұны азайғанымен ол сақталады. Бұл хаги-ваги ойыншығы баланың жүйке жүйесіне әсер еткен қатыгездікке апарып қорқыныш ұялатады. Осы ойыншықтың фотосын іздеп отырғанда да ұсқынсыз ойыншыққа қарап өзім тіпті қорқып кеттім. Фотосына қарап үрейленіп отырмын. Сондықтан да бұл ойыншықты балаларыңызға алып бермеңіздер. Балаларымыздың дені сау болсын, қазақ елі аман болсын. Сау болыңыздар.